Меруерт әрқашан пысық, оқуға зерек, ұқыпты қыз болды. Мектепті үздік бітіріп, жақсы білім алған соң қаладағы мұрағатқа жұмысқа орналасты. Кейін Бағлан есімді жігітпен көңіл жарастырып, дәм тұзы жарасып, шаңырақ көтерді. Бағлан екеуі бір-бірін шын сүйгендіктен Меруерт өз некесін баянды әрі бақытты деп есептеді. Алайда анасы болашақ күйеу баласымен танысқанда: «Білмеймін, Меруерт, бұл жігіт маған сенімсіз адам сияқты көрінеді», деп күмәнмен қараған еді. Бірақ сезімге мас болған бойжеткен анасының бұл сөзін ескі көзқарасқа балап мән бермеді. Оның үстіне анасы үлкен қалада емес, Жақайын деп аталатын шағын ауылда тұратын. Меруерттің ойынша, ауыл адамы мен қала адамының сенімділік туралы түсінігі екі түрлі болатын. Анам маған қандай жар тілейді екен? Оның ойынша сенімді адам кім? Үй тұрғызып мал бағатын біреу ме? Ал Бағлан болса, оқыған, кеңседе басқарушы болып істейді. Қазіргі заманның ең сенімді кәсібі осы емес пе? Кейін өз алдына жекесін бастамақшы. Оның жоспарлары өте ауқымды, және ол мені шын сүйеді, деп ойлайтын ол. Алғашқыда олардың өмірі бір қалыпты, берекелі болып көрінді. Бірақ біраз уақыт өткен соң, Бағлан өздерінің 2 бөлмелі пәтерінде анасымен бірге тұратындарын айтқанда, Меруертке бұл ұсыныс аса ұнай қоймады. Енесімен бірге тұрып, таяқ жеген құрбылармен әңгімесін естіп жүрген соң, жүрегі сәл сескенді. Дегенмен Бибігүл ана, енесі, жаман адам емес сияқты көрінетін. Меруерт қонаққа келіп жүргенде, ол кісі оны өте жылы шыраймен қарсы алатын. Алайда неке қиылып, Меруерт заттарын күйеуінің үйіне көшіріп келген сәттен бастап, енесі нағыз мінезін көрсете бастады. Көп ұзамай келіннің қолынан түк келмейтіні, бәрін қисық істейтіні, тіпті кейде ештеңе істемейтіні туралы сөздер шыға бастады. Оның үстіне енесіне жастардың оған аз көңіл бөлетіні ұнамады. Күндіз жұмыста, ал кешке ше? Бөлмелеріне кіріп алып, есікті іліп қояды да өзара сыбырласады. Маған бір ауыз жылы сөз айтпайды. Бұл не деген адамдар? Түсінбеймін. Бұрын Бағланым мұндай емес еді. Мені жақсы көруші еді. Үйленген соң өзгеріп кетті деп, Бибігүл ана құрбыларына телефон арқылы шағымданатын. Ол бұл сөздерін жастардың естіп тұрғанына тіпті қымсынбайтын да. Уақыт өте келе, Меруерт күйеуінің де көптеген кемшіліктерін байқай бастады. Оның жұмысының мәні неде екенін түсінбесе де, үйге әкелетін табысы өте аз еді. Ал уәде етілген жеке кәсіп туралы әңгіме мүлдем ұмытылды. Бұл әлі бергі жақ еді. Бағлан ақшаның жоқтығымен келіскісі келмей, әйеліне айтпастан оңды-солды қарыз ала бастапты. Қайтаруға асықпаған соң, қарыз өндірушілер телефон соғып, мазаны ала бастады. Бағлан, бұл қалай болғаны? Бұл өте қауіпті ғой. Ақшаны қайтармасам, олар сотқа беру мүмкін. Бұл әлі ең жақсы жағдай, деп сұрады Меруерт. Неге көңілің толмайды, деп Бағлан ашулана жауап берді. Иә, істе аздап кедергілер бар. Ондай болып тұрады. Бұл сенің мұрағатын емес, қағаз аударыстырып отыратын, оған көп ақылдың қажеті жоқ. Оның үстіне мен жалғызбын. Көмектесетін ешкім жоқ. Егер менің әйелім іскер болса, мұндай қиындықтар болмас еді. Енесі де өз бұрышынан қостай кетті. Иә, Бағлан, үйленуден қателестім. Мынау қандай әйел? Табатын табысы құс етіндей ғана. 6 тиындық пайдасы жоқ. Тағы сенен бірдеңе талап етеді. Меруерт күйеуінен ештеңе шықпайтынын түсініп, өзі жақсы көретін, бірақ ақшасы аз мұрағаттағы жұмысынан кетуге мәжбүр болды. Сол кезде оның бағына орай бір құрбысы кеңес берді. Біздің тазалық орталығына қазір жұмысшы керек. Мұрныңды шүйірме. Бұл қарапайым еден жуу емес. Біз тек ауқатты адамдарға қызмет көрсетеміз. Өте қымбат үйлерді жинаймыз. Ол жерде жинайтын да ештеңе жоқ. Тек шанын сүртсем болды. Есесіне қандай зәулім үйлерді, қымбат ыдыстарды көресің. Қандай зиялы адамдармен тілдесесің. Мен жақында бір танымал өнер адамның үйін жинадым. Сондай мәдениетті, сыпайы жан екен, деді құрбысы. Білмеймін, мен ол жерге қабылдаймын екен, деді Меруерт күмәнмен. Неге қабылдамасқа? Сен пысықсың, ұқыптысың, көріктісің. Дәл сендей жандарды алады. Сәтті жіберіп алма. Меруерт мүмкіндікті қалт жібермей, сол орталыққа жұмысқа орналасты. Содан бастап өмірі аздап жеңілдегендей болды. Айлығы мұрағаттағыдан әлде қайда көп еді. Бірақ бұл жағдай күйеуі мен енесін тыныштандырмады. Енді олар оны абыройсыз жұмыс істейсің деп сөйлей бастады. Сұмдық-ай,
Менің балам еден жуушының күйеуі болады деп ешқашан ойламаппын, деп Бибігүл ана күрсінетін. Ал мен күйеуімнің қарыздарын төлеуге мәжбүр болам деп ойламадым. Шынымды айтсам, ол ақшаны неге алғанын, менің қазір не үшін еден жуып тапқан ақшамды төлеп жатқанымды да түсінбеймін, деп Меруерт шыдамай жауап қатты. Сонда енесі, оны білудің саған қажеті жоқ. Ол ақша сендердің ортақ мұқтаждықтарына жұмсалды, менің қалтама кеткен жоқ, деп ернін шығаратын. Бағлан болса, мұндай сұрақтарға одан да дөрекі жауап беретін. Шын мәнінде, оның әйелінен бөлек Райхан есімді көңілдесі бар еді. Ал көңілдес күту арзан рахат емес. Сұлу әйелмен кездескенде гүл шоғын сыйлап, қымбат мейрамханаға бармасаң болмайды ғой. Соңғы кездері Райхан одан көп шығынды талап ете бастаған. Оны байрақ біреуге кетіп қалама деп қорыққан Бағлан Меруерттің тапқан табысына қатты сенім артты. Сондықтан ол әйелмен артық дауласудан сескенетін болды. Ал Меруертте жаңа жұмысы күтпеген жерден оңай бастады. Ол қыздармен бірге топ болып үй жинауға баратын. Ұжым тату, жұмыс аса ауыр емес еді. Үй иелері қатал болады десе де, осы уақытқа дейін оның жолы болып келді. Бірде орталық басшысы: Меруерт, бүгін бір өзің барасың, қорықпа, ол үйдің иесі өте жақсы адам, жалғыз өзің ақ үлгересің, деді. Соған қарамастан Меруерт іштей мазасызданды. Дәл бүгін мінезі ауыр үй иелеріне тап болсам қайтемін деген ой көкейінен кетпеді. Ол қаланың ең қымбат, зәулім де салтанатты тұрғын үй кешендерінің біріне келген еді. Тазалықтың сапасы мен үй иесінің беретін бағасына оның орталықтағы болашақ жұмысы тікелей байланысты болатын. Ол зәулім ғимаратқа кіріп, тапсырыс қағазына тағы бір мәрте қарады. Оған 15-ші қабаттағы 145-ші пәтерге көтерілу керек еді. Жедел сатыға мінген ол абайсызда басқа қабаттың түймесін басып жібергенін өзі де аңғармай қалды. Жедел сатыдан шыққанда бір пәтердің есігі сәл ашық тұрғанын көрді. Пәтердің нөмірі көрінбейтін еді. Меруерт: үй иелері мені күтіп, есікті әдейі ашып қойған екен ғой, деп түйді. Бұған дейін де мұндай жағдайлар болғандықтан ол еш таңғалмады. Бірақ ол бұл жерде ақылды үй жүйесінің сыр бергенін, үй иесі шығып бара жатқанда есіктің соңына дейін жабылмай, кейін іштен соққан желдің әсерінен айқара ашылып қалғанын қайдан білсін. Меруерт ішке еніп: ассалаумағалейкум, тазалық қызметі келді, үй жинауға кірісемін, деп дауыстады. Жауап орнына үнсіздік орнады. Бұл оған оғаштау көрінді. Дегенмен үй иелері бір сәтке сыртқа шығып кеткен болар деп ойлады. Есікті ашық қалдырғаны келе бер, жұмысыңа кірісе бер деген ишарат шығар. Ол жұмыс киімін киіп, сақтықпен бөлмелерді аралап шықты. Пәтер өте үлкен, 2 деңгейлі, терезелері еденнен төбеге дейін созылған еңселі үй екен. Іште ешкім көрінбейді. Ал үйдің іші болса астан кестең. Тазалықтың жасалмағанына көп уақыт болғаны көрініп тұрды. Үй иелері ұқыптылықпен мүлдем дос емес сияқты. Орындықтардың үстінде киімдер шашылып жатыр. Жан-жақта қандай де бір қағаздар, сызбалар мен кестелер шашылған. Үстел үстінде кеуіп қалған шай мен кофе кеселері, тамақ қалдықтары мен кәмпит қағаздары шашылып жатыр. Меруерт үйден әйел затының ізі жоқ екенін байқап: мұнда бойдақ немесе жалғызбасты ер адам тұрады-ау, деп топшылады. Уақытты босқа өткізбей, ол бірден іске кірісті. Жұмыс өте көп болды, бірақ Меруерт өз ісінің нәтижесін көргенде қатты қуанды. Пәтер жай ғана таза емес, тап тұйнақтай, мінсіз күйге енді. Ол тек шаң сүртіп, қоқыс тастаумен шектелмей, бар ынтасын салды. Әрбір жиһазды жақыратып, айнада етіп ысып шықты. Содан соң сағатына қарады. Не деген жылдамдық. Арада 3 сағаттан астам уақыт өтіп кетіпті. Ал үй иелерінен әлі хабар жоқ. Қызық болды-ау, енді не істеуім керек, деп таңғалды бойжеткен. Рұқсатсыз кетуге болмайды, ал отырып күтуде ыңғайсыз. Ол ас үйге өтті. Істейтін жұмыста қалмады. Бірақ Меруерт қарап отыра алмайтын адам еді. Ол үй иесіне кішігірім сый жасағысы келді. Тоңазытқыштан ешкім теспеген балғын өнімдерді тауып алып, содан дәмді қуырдақ дайындап, хош иісі бұрқыраған алма бәлішін пісірді. Жалғызбасты адам бір қуанып қалсын. Бірақ осы уақытқа дейін келу керек еді ғой. Немесе ең болмаса телефон соғып мені жіберсе қайтеді, деп ойлап тұрғанда есік ашылды. Меруерт үй иесін қарсы алу үшін дәлізге шықты.
кіріп келген адам қарт емес, жасы 40-та шамасындағы, сымбатты, жинақы киінген ер адам екен. Меруертке оның жүзі дидардан немесе ғаламтордан көрген болар. Ер адам таңданысын жасыра алмай, өз үйін танымай тұрғандай жан-жағына қарады. Шынында да үйді тану мүмкін емес еді. Ол шынымен де жалғыз тұратын Мардан есімді азамат болатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын ол жарымен ажырасқан болатын. Содан бері ол үй тіршілігінен гөрі өзінің ірі құрылыс компаниясының жұмысына көбірек көңіл бөліп, жалғыз тұрып келді. Үйінің берекесіз күйі оны еш мазаламайтын, ол ретсіздікке үйреніп кеткен еді. Қонақ шақырмайтын, сондықтан үй жинау үшін арнайы маман шақыру ойына да кіріп шықпайтын. Ол өзінің бойдақ қамалына оралуға дағдыланған. Бірақ қазір тап тұйнақтай жиналған, жұпар иісі мен бәліштің тәтті иісі мұрын жаратын пәтерін танымай қалды. Бұл тіпті мүмкін емес еді. Сосын ол бойжеткенге қарап: "Сіз кімсіз? Онда не істеп жүрсіз?" деп дауыстады. Меруерт қорыққаннан: "Тазалық орталығынанмын. Сіз үй жинатуға тапсырыс берген едіңіз ғой. Мен Меруертпін. Бәрін жинап қойдым", деп міңгірледі. "Қандай орталық? Мен ешкімді шақырған жоқпын. Сіз біреудің үйіне қалай кіріп алғансыз?" "Қазір тәртіп сақшыларын шақырамын", деп үй иесі ашуға мінді. "Бұл қалай? Міне қараңыз, мынау келісім шарт, мынау сіздің тапсырысыңыз", деп Меруерт қағаздарын көрсетті. Ер адам қағазға көз жүгіртіп, мысқылмен жымиды. "Қайдағы пәтер?" "Менің пәтерім 135 екені сізді мазаламай ма?" "Қалайша?" деп Меруерт зәресі ұшып дәлізге шығып, есік сыртындағы тақтайшаға қарады. Төбесінен мұздай су құйып жібергендей болды. Иә, ол қателескен екен. "Солай деңіз, қабаттан жаңылысқан екенсіз ғой", деді үй иесі ренжулі кейіппен. "Ал үйге қалай кірдіңіз?" "Есік ашық тұрды, сонымен есік ашық болса, кез келген үйге баса көктеп кіріп, заттарды ақтара беруге болады деп ойладыңыз ба?" деп Мардан ашуын баса алмай бөлмелерді аралап шықты. Ол бейтаныс қыз үй жинаумен ғана шектелді ме, әлде бірдеңе қолды қылды ма деп күмәнданған еді. Соңында ас үйге бас сұқты. "Сіз әрі аспазсыз ба?" деп сұрады ол қазанның қақпағын ашып жатып. "Жоқ, жай, сізді көп күттім. Бос отырғанша бірдеңе пісіре салайын дедім", деп Меруерт көзіне жас алып ақталды. Ол жұмыста басшысына қалай жауап беретінін ойлап, қатты уайымдады. Жұмыстан аш оралған Мардан шыдай алмай дәм татып көрді де: "Міне, ол үшін рахмет. Өмірімде мұндай дәмді тамақ жемеген шығармын. Ал, жылауды қойыңыз. Сіздің жаман ойыңыз жоқ екенін түсіндім. Сондықтан үстіңізден арыз түсірмеймін. Қай орталықта істейсіз? Мен сонда хабарласып сізге алғыс айтайын. Бұл біріншіден. Екіншіден, егер қарсы болмасаңыз, менің үйіме үнемі сізді жіберіп тұруын сөйлесемін", деді. Меруерт таңғалғаннан көзін жыпылықтатты. Ол жаңа ғана тәртіп сақшыларын шақырам деп айғайлаған адамның мына сөздерін түсінбей тұрды. "Таңғалмаңыз. Көріп тұрғаныңыздай жалғыз тұрамын. Өзіме қарауға уақытым да икемім де жоқ. Осылай кете берсе, асқазанымды құртып, үйді шаң басатыны анық. Сондықтан сізде құтқарушы маған өте қажет. Қалай, келісесіз бе?" Меруерт әрине келісті. Ол өз ісінің мұншалықты тез өзгеріп кеткеніне қайран қалды. Енді оны Бағлан ұрыс-керіспен қарсы алды. "Маған қызық, осынша уақыт қайда қаңғып жүрдің? Бұл уақыттың ішінде бүкіл хан сарайын жуып шығуға болатын еді ғой." Меруерт қатты шаршаған еді. Сондықтан ақталуға зауқы болмады. Өзін кінәлі де сезінген жоқ. "Шындығында солай болды десе де болады. Сенің маған қандай мұқтаждығың түсіп қалды? Шайыңа қант сала алмай қалдың ба?" деп сұрады ол. Сол сәтте-ақ бөлмесінен Бибігүл ана шықты. "Міне көріп алыңдар. Әйел адамның үйде не үшін отыруы керектігін де білмейді. Тағы саған тіл тигізеді", деп ұлы сөзін қыстырды. "Мен жұмыс істеп жүрмін", деді Меруерт. "Бәрі жұмыс істейді, бірақ бала тәрбиесіне де үлгереді", деп инесі уын шашты. "Маған әзірге сіздің балаңыз Бағлан жетеді", деп Меруерт күйеуіне нұсқады. "Бағлан естіп тұрсың ба? Ол маған тіл тигізіп тұр", деп Бибігүл ана айғайға басты. Бірақ Бағлан бұл айтысқа мән бермей,
әйелінің сөмкесін жұлып алды. Жарайды, көрсетші, не тауып келдім. Сөмкедегі ақшаны көргенде, «Охо, бүгін шынымен жақсы тер төккенсің-ау», деп ақшаны санап таңғалды. «Өте жақсы. Бұл ақша қарыздың 6% өсімін жабуға жетеді», деп ақшаны қалтасына басты. Шын мәнінде оның жоспары басқа еді. Ол бұл ақшаға Райханға алтын сырға сатып алып, оны қуантқысы келді. Өйткені мұндай сұлу бикештің сыйлықсыз қалуы дұрыс емес деп шешті. Меруерт бұл жоспарлардан бейхабар болса да, қарсылық білдіргісі келді. Өйткені оған да үй шаруасына ақша қажет еді. Бірақ ол дауласудың пайдасыз екенін түсінді. Қарызды бәрібір қайтару керек қой. Оның үстіне бүгінгі айқай-шу жетерлік еді. Үйдің тыныштығы бәріне маңызды. Ол Марданның уәдесін есіне алды. Демек, бұдан былай тұрақты табыс болады. Келесі күннен бастап ол ресми түрге тек сол кісінің үйінде көмекші болып жұмыс істей бастады. Тамақ пісірді, үй жинады. Қысқасы, барлық қажетті шаруаны атқарды. Жұмыс уақыты аяқталған соң, Меруерт үй иесінің келуін күтіп, оған кешкі ас беретін. Бұл жұмыс шартының бірі еді. Сондай-ақ, Мардан бойжеткеннің өзімен бірге дастархан басына отыруын қадап айтты. Түсініңізші, Меруерт, жалғыздықтан әбден шаршадым. Шынымды айтсам, үйдің жарқырап тұрғаны ғана емес. Мені біреудің күтіп отырғаны осыншалықты қуаныш сыйлайды деп ойламаппын. Етін ол ағынан жарылып. Мардан тек жұмыс туралы емес, жай ғана адами тілде сөйлесетін жанның болғанына дән риза еді. Меруерт те мұны жақсы түсінді. Оның өзі де мұндай шынайы араласуды сағынып қалыпты. Өйткені өз үйінде мұндай жылулық жоқ еді. Бағлан оны үнемі келемеждеп ұрсса, енесі негізсіз кінә артып мазасын алатын. Ол өзінің отбасылық қиындықтарын жұмыс берушіге айтуды мүлдем жоспарламаған еді. Бірақ бір әңгіме үстінде ішіндегі бар зарын ақтарып салды. Мардан өте биязы мәдениетті адам болғандықтан сыртта ештеңе демесе де, іштей Меруерттің жауапсыз күйеуіне қатты ашуланды. Оған көмектескісі келіп, Бағлан туралы мәлімет жинауды ұйғарды. Ал білген жайттары оны төбесіне жай түскендей есеңгіретіп тастады. Меруерттің күйеуі шын мәнінде ұсақ-түйек алаяқтықпен айналысатын, абыройсыз адам болып шықты. Оның үстіне, ол Марданның компаниясымен бәсекелес мекемеде жай ғана шабарман болып істейді екен. Ең сорақысы, Бағлан дәл қазіргі уақытта лас бір іске араласып жүрген көрінеді. Бәсекелестер Марданның компаниясын тақырға отырғызып банкротқа ұшырату үшін оның озық технологиялық жобалары жазылған деректер жинақтағышын, флешкасын қолға түсірмекші болыпты. Ал Мардан өз кезегінде Меруерттің күйеуінің де құлыққа басып жүргенінен бейхабар еді. Бағлан әйелінің соңынан аңдып, оның қаладағы ең дәулетті адамдардың бірінің үйінде жұмыс істейтінін біліп алады. Бұдан қандай пайда көруге болатынын бірден түсінген ол, өз басшылығына хабарласып, Марданның үйінен кез келген ақпаратты тауып бере алатынын айтады. Әйелім оның үйінде қызметші, онда үйдің кілттері бар, ал мен ол кілттерді еш қиындықсыз ала аламын, деп сендіреді ол. Бұл жоспарын көңілдесі Райханға да айтады. Райхан болса: «Тыңдаш, бұл нағыз мүмкіндік қой. Осы істен қаншама пайда көруге болатынын елестете аласың ба?» деп қуаныштан қолын мысқылайды. «Әрине жақсы білемін. Енді алтын сырға мен Сакинадан да үлкен сыйлықтарды күте берсем болады», дейді Бағлан. Басшылықтан барлық нұсқауларды алған соң ол іске кіріседі. Бір күні кешке жұмыстан шаршап келіп ұйқыға кеткен Меруерттің сөмкесінен кілтті ұрлап шығып, оның көшірмесін жасатып алады. Ендігі шаруа Марданның қашан үйде болмайтынын білу. Ол үйде болғанда барып ұсталып қалғым келмейді, деп ойлайды ол. Дәл сол сәтте оның бағы жанады. Мардан Меруертке қоңырау шалып, 3 күнде Нұрлы Жол қаласына іс-сапармен кететінін айтады. «Сен тек гүлдерге су құйып тұрсан болды, басқа ештеңе істеудің қажеті жоқ. Тамақ пісіріп, үй жинап әуре болма, бірақ бұл айлығына әсер етпейді», дейді. Бұл әңгімені естіп тұрған Бағлан дереу Райханға хабарласады. «Міне, менің бағым жанатын сәт туды. Алда 3 бақытты күн бар. Мен оның үйіне еркін кіріп, сейфін ашамын, компьютерін ақтарамын. Қысқасы, барлық құнды деректі тауып, бастықтарға беремін. Маған ол үшін қыруар ақша төлейді». «Ой, мен де сенімен барсам бола ма?» деп Райхан балаша қуанады. Өтінемін. «Сен онда не істейсің?» деп Бағлан таңғалады. «Байлардың қалай тұратынын көргім келеді. Жақында өзімізде байымыз ғой.
Біздің үйіміз бұл Марданның үйінен де керемет болады, сенемін. Жүрші, бәрібір ешқандай қауіп жоқ қой, деп қилады көңілдесі. Бағлан келіседі. Сен қасында болсаң, зерігу дегенді ұмытатын шығармын, деп Бағлан күлді. Бәрі олардың жоспарлағандай болды. Еш қиындықсыз біреудің босағасынан аттап ішке кірді. Бағлан өзіне қажетті деректерді іздеуге кірісті. Ал Райхан болса, зәулім үйдің ішін аралап, өзін осы шаңырақтың нағыз иесіндей сезініп мәз болды. Жатын бөлмедегі үстелдің үстінен өте қымбат қолсағатты көріп, дереу сөмкесіне салып алды. Мынау керемет зат екен, Бағлан. Оны саған сыйлаймын. Тоқта, мұнда тағы не бар екен? Әттең, бұл кісінің әйелі жоқ екен. Әйтпесе, алтын күміс әшекейлерінде алар едім, деп Райхан көзіне түскен құнды заттардың бәрін сөмкесіне, қалтасына тыға бастады. Олар бұл іс сапардың алаяқтарды құрықтау үшін Марданның арнайы құрған тұзағы екенін білмеді. Мардан ешқайда кетпеген еді. Ол ең күтпеген сәтте тәртіп сақшыларымен бірге үйіне кіріп келді. Қаскөйлер қылмыс үстінде қолға түсіп тұтқындалды. Келесі күні Меруерт Марданның алдына көзіне жас алып, өзін кінәлі сезініп келді. Кешірімші, менің кесірімнен сіздің мүлкімізге, өзімізге қауіп төнді, деді еңсесі түскен бойжеткен. Мардан күлімсіреп, Меруерт, сенің еш кінәң жоқ, өзімді жазғырма, деп оны жұбатты. Қалайша, күйеуім сіздің үйге ұрлыққа түскен үшін ұсталды ғой. Кілтті де менен ұрлап алған. Менің ұқыпсыздығымнан сізді тонап кете жаздады, деді Меруерт. Олардың жоспары іске аспады. Бәрі жақсы болды, деген Мардан бұл жағдайды өзі әдейі ұйымдастырғанын ашып айтты. Сондықтан кешірімді сен емес, мен сұрауым керек. Менің кесірімнен күйеуім темір торға тоқтылды. Оған ұзақ жылға үкім кесілуі мүмкін. Ондай адамның барынан жоғы жақсы. Бірақ мен енді сіздің үйіңізде жұмыс істей алмаймын. Жақайың ауылындағы ата-анама кетуім керек. Енесімен бірге тұру мүмкін емес. Ол ұлының басына түскен іске мені кінәлап, күн көрсетпей отыр. Сондықтан заттарымды жинап қойдым, деді Меруерт. Заттарыңды жинағаның дұрыс болған екен. Бірақ ауылға емес, осында көшіріп ал. Саған алыс ауылда не бар? Меруерт таңданыспен Марданға қарады. Мұнда ма? Бірақ қалай? Неге таңғаласың? Орын жеткілікті. Сен бұл үйдің бүкіл сырын білесің. Тіпті осы шаңырақтың отанасы сияқты болып кеттің. Бірақ мен сіздің үйіңізде мәңгі тұра алмаймын ғой. Өз өмірімді реттеуім керек, деді бойжеткен түсінбей. Міне, солай реттейсің. Мен 8 ай өткен соң сені қызметшілікке емес, етегіңнен ұстап, жарым болуға шақырамын. Ажырасу рәсімдерін аяқтаған соң екеуміз некемізді қиямыз, деді Мардан нық сеніммен. Меруерт естіген құлағына өзі сенбеді. Бұл сөздердің қалжың емес екенін Марданның жанарынан ұқты. Мен саған алғашқы күннен ғашық болдым. Бірақ басым бос болмағандықтан сезімімді білдірмедім. Сенің адалдығың мен тазалығыңды көргенде, тағдырымды сенімен байланыстырғым келді, деді ол. Меруерттің көзінен бұл жолы қуаныш жас тамды. Арада бірнеше ай өткен соң Меруерт заңды түрде ажырасып, Марданмен шаңырақ көтерді. Ол нағыз бақытты келіншекке айналды. Мардан оның қалауына еш тыйым салмады. Меруерт өзі жақсы көретін мұрағаттағы жұмысына қайта оралды. Алайда бұл жұмысы ұзаққа созылмады. Өйткені арада 1 жыл өткенде Меруерт бала күтіміне байланысты демалысқа шығып, ана бақытына бөленді. Бұл хикая көңіліңізден шықты деп сенемін. Егер ұнаса, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сіз үшін бұл бір-ақ сәтті іс, ал мен үшін ең үлкен алғыс.